Сәлем арна көрермендері, осы арнаны қолдап, тіркеліп, видео астына өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сонымен заң жобасындағы жаңа түзету бойынша ем кезінде науқас қайтыс болса 3000 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі қаржы төлеу қарастырылған. Сонымен бірге басқа да жағдайларға өтемақы төлеу көзделіп отыр, дейді министр. Сақтандыру жарнасының мөлшері медицина қызметкерлерінің жауапкершілік дәрежесін ескеріп отырып айқындалатын болады. Бірінші топтың мүгедектерін белгілеу үшін 800 айлық есептік көрсеткіш, ал екінші топқа 600, үшінші топқа 500 айлық есептік көрсеткіштен астам өтемақы қарастырылған. Мүгедектік белгіленбей мертігу, жарақаттану, зақымдану жағдайында 3 айлық есептік көрсеткіш бойынша төленеді делінген. Ескере кетсек, денсаулық сақтау министрі Ажар Кенаят Қазақстанда ем кезінде науқас қайтыс болған жағдайда 3 миллион теңге төлеуді ұсынып отыр. Ескере кетерлік, 1 айлық есептік көрсеткіш 2022 жылы 3180 теңгеге тең. Яғни 3000 айлық есептік көрсеткіш 9 миллион 540 теңгені құрайды. Осы және басқа да ақпараттарды бірінші болып тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, лайк басып, өзіңіздің алтын пікіріңізді қалдыра кетіңіз.